Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Елдегі бизнесмен Қайрат Құдайберген мырза бүгінде абақтыда отырғанына 5 айға жуықтады. Жаңа Қазақстанда әділдік жоқ деген қорытындыға келген бизнесмен мырза әділетсіз жаңа Қазақстан режимі қанша тұрар екен деп философиялық сұрақ тастады. Әрі осы қорытындысын Фейсбукқа пост ретінде жариялап, заңды бейбіт митингті талап етіп, соған қазағым бір бастан жаға болып шығыңыздар деп жазды. Негізі бір бастан жаға болып шығу мүмкін емес. Бір жағадан бас шықса, оны түсінуге болар еді. Қайрат Құдайберген мырза қаңтар оқиғалары кезінде белгілі криминалды авторитет Дики Арманның жанында жүрген видеолары таралып, кейіннен абақтыға жабылған болатын. Одан кейін оның абақтыдағы мерзімі ұзартылып, бүгінде 5 айға жуықтады. Өзін еш кінәсі жоқтығын айтқан Қайрат мырза әлі күнге дейін биліктің шешіміне наразы болып отыр.